YouTube баланста мажор. Достар, бүгінгі видео бізде путь бомжа, яғни бомждың өмірі болатын болады. Бүгінгі видеода мен машина алып, соған тюнинг жасайтын боламын. Ал онда біз бастаймыз. Короче, мен қазір қандай машина алайын деп жатыр деп ойласаңыздар, мен қазір Жига көлігін алатын боламын, яғни Жигули. Сол көлікті алып, менің қолымда өздерін көріп тұрғандарындай 300 мың теңгем бар, 300 мың рублем бар. Короче, Жига көлігін алып, оны примерно 200 мың или 150 ма, сондайға арзан бағада тауып көретін болам. Және оған көп суммада тюнинг жасайтын болам. Көп сумма дегенде енді бізде 100 мың, 150 мың қалатын шығар, бірақ ол көп сумма деп айта алмаймын. Яғни минимальный сумма, нормальный сумма. Короче, соған сатып алып машинаға тюнинг жасайтын боламыз. Міне біз авторинкқа келе жатырмыз. Мана яқта кәдімгі FPS түсіп кетті. Короче, мен өзімнің пятнашка көлігімді сатып жібердім. Оны мен 140 мыңға саттым, пятнашка көлігімді. И маған осындай ой келді. Осы, короче, мен FPS түсті кәдімді. Бұл жақтан біз Жигули тапсақ жақсы болар еді. Короче, Жиге мен черный Волгамды қабыл алыңдар. Мен, короче, салоннан өзім Жига алдым. 150 мыңға, короче. Енді бұған қазір 150 мыңға тюнинг жасайтын боламыз. Ал онда біз бастаймыз. Короче, кеттік, ал енді Жигамызға мініп алайық. Не ол дейді? Сумка көче нетті сайық наған. Короче, отойди. Эй. Короче, машинамызға мінейік. Ойбай, транспорт закрытыныз. Машинамызға міндік. ЛК. И сонша депсің ғой. Қатты тартпай деген. Бұл машинаға мен не істеймін деп ойланып тұрмын. Примерно бұның түсі деген нормальный сияқты, Жигаға қап-қара түсі әдемі көрінетін сияқты. Қазір мен GPS деймші. Короче, GPS-ті қарап көрем. Тюнинг дейді. Стайлинг центрға барам қазір. Короче, онда біз южныға қарай қазір мен барам. Солай жақта кездесетін боламыз, ал онда кеттік. Короче, біз стайлинг центрға келдік, короче, южныға қарай. Қазір машинамызбен кіретін боламыз. Кеттік қазір. Опана, сигнал башты оламыз, ой бетімі. Болды, кірді. Бұл сообщение батыр. Короче, қазір нені ауыстырамыз? Кузов, диск кузова дейді. Винилый. Жоқ, бұл цвет вообще керек емес. Тонировка передних стеклов. Задних стеклов. Полный керек маған негізі. О, 21 мың тұрады екен. Давай артына қойық, артына бір купит. И, короче, алдына қоямыз қазір. И жарайды, тұрайсын. Звук класс. Аяқта бәрі қымбат қой, мен аны алсам басқаларға жетпей қалады ғой. Тоқта. Мен светті көреміз. Цвет фар қазір. Цвет фар, по-моему, қызыл ма, сондай әдемі көрінетін сияқты. Примерно или қарабақ көрінбей қалады да. Сондай қызыл. Көрейін. Цвет фары. Нормально. Короче, свет фары аламыз 23 мыңға. Короче, 23 мыңға алдық.
Тонировка маған неге алдына қойылмай қалды? Осылай қоямыз. Оппано, четко. Бұл 21 000 теңгемізді құртамыз. Қазір бізде ровно 100 000 теңге болып тұр. Короче, біз деген тонировкамыз бен светімізді істедік. Ойбай, мынау черный дельфин болып тұр. Короче, свет қойдық. Енді біз қазір қайыққа баратынымызды көрейік. Короче, мен стайлинг центрға келдім. Давай технический центр, жоқ, шиномонтажный жоқ. Шиномонтажныйға барайын, ол қайықта. Ол арзамаста емес екен. Ол қайда? Ол Батыровада екен. Қазір онда оған бармай қоя тұрайын. GPS. Шиномонтаж емес, технический қайықта екен. Бұл арзамаста екен. Кәмен арзамасқа барам, ал онда біз кеттік. Короче, достар, бізде жаңа, осы эстоға келетқан жерде менде краш поп мені ойына шығар жіберді. Мені, шамамен 1 сағаттан кейін бірақ кірдім мен. Енді міне бағанағыдай арзамасқа келдім. Қазір арғарай машинамызды тюнинг жасай беретін боламыз. 22 000 дрифт спорт. Маған қазір дейін дрифт, спорт керек болып тұр. Спорт сатып алам, сондықтан спорт, 25 000 қалды. Тормоз тоже спорт. Тұрмын, қазір 25 000 қалсам, двигатель. Короче, мен бүкіл ақшамды осы спортқа құртам. 25 000 құрттым. Енді турбо алдым. Двигатель 25 000 қалды. Сондықтан бірақ жетпейді екен бізде, жетпейді. Блин, 25 па жетпей тұрған. Короче, достар, бізде осылай бүгінгі видеомыз аяқталды. Міне өздерің көріп тұрғандай, біздің жигамыз кішкене болса да әдемі болып қалды деген ойдамын. Алдыңғы видеоға дейін бұл машинаны сәндемін деген ойдамын. Номер алып, ал онда давайте.